Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Ақтоғай орталық кітапханасының балалар әдебиеті бөлімі. Сіздердің назарларыңызға балалар жазушысы Ермек Өтетілеевтің туғанына 85 жыл толуына орай Сұлу сөздің саңлағы атты әдеби әңгіме ұсынады. Ермек Өтетілеев 1938 жылы 1 қаңтарда Ақмола, қазіргі Астана қаласында дүниеге келген. 7 жасында ол ойына келгенді қабырғаға түсіретін. Бала Ермекті көптеген жұмбақ жайттар ойландыратын. Мектептегі жылдар әуелі Ақмолада шексіз тыңдаланың төрі Қорғалжыңда жалғасты. 1956 жылы Ермек Өтетілеуұлы Москва полиграфия институтының көркемсурет бөліміне сынақ тапсырды. Бірақ түспеді. Абай атындағы Қазақ педагогикалық институты филология факультетінің орыс тілі мен әдебиеті бөлімін бітірді. Ермек Өтетілеуұлы студент шағынан Балдырған журналына өлеңдер жаза бастады. Одан соң өзі мұғалім бола жүре жазудан қол үзген жоқ. 1964-1974 жылдары республикалық Балдырған журналында, 1974-1976 жылдары жазушы баспасында редактор, ал 1976 жылдан бастап Жалын баспасында аға редактор, бөлім меңгерушісі болып істеді. Балдай бала тілінен әр кез ләззат аламын, содан болар кім білген, қолда барды қаламым, балаларға жазамын, деп жырлайды ақын. Ақынның алғашқы өлеңдері 60 жылдары жарық көре бастады. Жекелеген әңгіме өлеңдері орыс, болгар, украин, грузин, армян, азербайжан, татар тілдеріне аударылған. Біраз өлеңдері балаларға арналған басылымдарға, қазақ мектебінің оқулықтарына енген. Ермек ақын балаларды қызықтыратын жайттарды, жаңа тақырыптарды дер кезінде аңғарып, жас ұрпаққа поэзия тілімен жеткізе білді.